Етсіз қатырылап тұратын, әрі арасындағы сыры бөлген кезде балқып созылып тұратын осындай чебуректер дайындайтын боламыз. Ең алдымен қайнаған ыстық суымыздың үстіне қантымызды, тұзымызды қосамыз, сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп, қамырды 30 минутқа демалуға қалдырамыз. Қамыр дайын болғанша арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Творог күштен өткізілген сыр және чеснок, шым тұзды қосып араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп, жайып аламыз. Үстіне жаңағы салмамызды саламыз, біркелкі етіп жайып, шеттерін жақсылап бекітетін боламыз. Қазір майға салған кезде жарылып кетпеу үшін. Міне біздің чебуректеріміз дайын. Енді осы чебуректерімізді қызып тұрған майда екі жағында бірдей етіп пісіріп аламыз. Осы видеоның астына қай заттан қанша мөлшерде қосу керек екенін жазып қалдырамын. Видеоны сақтап алып, сізде міндетті түрде дайындап көріңіз. Бұл чебуректер идеальный болып шығады. Енді осы ыстық чебуректермен менің сүйікті шайым Бейжидің масаймара шайын дәмдеп отырып, өзіміз отырып, ыстық чебуректермен жақсылап отырып шай ішетін боламыз. Рецепті сақтап алыңыз, әрі менің парақшама жазылуды да ұмытпаңыз. Парақшамда осындай оңай, тез дайындалатын рецепттер көп.